Алдыңғы бөлімдерде біз процесстердің құрылымын, жасау жолдарын, себептерін қарастырдық. Енді біз ағындарға тоқталамыз. Ағындардың түрлері. Әдетте ағындардың екі жалпы категорияға бөлінеді: пайдаланушы ағындары немесе пайдаланушы деңгейіндегі ағындар және ядро деңгейіндегі ағындар. Әдебиетте екінші типтегі ағындар кейде ядро немесе жеңіл процестер қолдайтын ағындар деп аталады. Пайдаланушы ағындары толығымен ULT ағындарынан тұратын, бағдарламада барлық ағындарды басқару әрекеттерін қосымшаның өзі орындайды. Ядро іс жүзінде ағындардың бар екенін білмейді. Қосымшаны көп ағынды ету үшін оны ядро деңгейіндегі ағындармен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар жиынтығы болып табылатын арнайы кітапхананың көмегімен жасау керек. Ағындармен жұмыс істеуге арналған мұндай кітапханада ағындарды құруға, жоюға, ағындар арасында хабарламалар мен мәліметтер алмасуға, олардың орындалуын жоспарлауға, сонымен қатар олардың контекстін сақтауға және қалпына келтіруге болатын код бар. Алдыңғы сипатталған барлық оқиғалар бір процестің бөлігі ретінде пайдаланушы кеңістігінде болады. Ядро бұл әрекетті білмейді. Ядро деңгейіндегі ағындар. Жұмысы толығымен ядро деңгейінде жұмыс істейтін ағындарға негізделген. Бағдарламада ағынды басқарудың барлық әрекеттері ядро арқылы жүзеге асырылады. Қолданбалар аймағында ағындарды басқаруға арналған код жоқ. Оның орнына ағындарды басқаратын ядро құралдарының қолданбалы бағдарламалау интерфейсі қолданылады. Бұл тәсілдің мысалы Windows операциялық жүйесі. Бірнеше ағыны бар бір қолданбаны қолдау үшін көп ядролы жүйелерді пайдалану өнімділік пен қолданбаны жобалау мәселелеріне енгізеді. Көп ядролы жүйелерде бағдарламалық қамтамасыз ету өнімділігі, көп ядролы жүйелердің әлеуметтік өнімділік артықшылықтары қолданбаға қолжетімді параллель ресурстарды тиімді пайдалану мүмкіндігіне байланысты. Яғни бұл жерде бір ағынды және көп ағынды процесс модельдері көрсетілген. Бір ағынды процесс үлгісіне ол процесті басқару, пайдаланыш мекен-жайы, стек ядросы және арнаулы стек. Ал көп ағынды процесс ол бізде басқару блоктары, арнаулы стектар және стек ядросы блоктармен көрсетіледі. Көп ядролы жүйеде жұмыс істейтін бір қолданбаны қарастайық. Яғни бұл амдал заңы арқылы қарастырылады. Яғни бізде үдеу 1 бөлінген 1 минус f плюс f бөлінген n-ға тең. Заңда бағдарламаның орындалу уақытының бір бөлігі 1 минус f, яғни дәйекті түрде орындалу керек кодты орындауға жұмсалады. Ал f бөлігі жоспарлауға байланысты үстеме шығындарсыз шексіз параллельге айналуы мүмкін код болып табылады. Бұл заң көп ядролы жүйелерді өте тартымды перспективаға айналдыру керек. Мына суретте көрсетілгендей, параллельденбеген кодтың аз мөлшері де бағдарламаның үдеуіне айтарлықтай әсер етеді. Егер кодтың тек 10% f-тен 0,9 болса, параллель болмаса, онда 8 процессоры бар жүйеде бағдарламаны орындау тек 4,7 есе өнімділікті арттырады. Сонымен қатар, әдетте ақпарат алмасуға және бірнеше процессорлар арасында жұмысты бөлуге байланысты үстеме шығындар, сондай-ақ кэш консистенциясы үстеме шығындары болады. Мұның бәрі өнімділіктің шыңы болмайтын қисыққа келеді. Содан кейін бірнеше процессорларды қолдануға байланысты үстеме шығындардың артуына байланысты оның нашарлауын көрсетеді. Суретте Windows процестер және олардың ресурстары арасындағы байланысты көрсетеді. Яғни қауіпсіздік мақсатында әрбір процеске негізгі таңбалауыш немесе процесс таңбалауыш деп аталатын қатынас белгісі тағайындалады. Процесстер санымен қатар қазіргі уақытта процеске тағайындалған виртуалды мекен-жай кеңістігін анықтайтын бір қатар блоктармен байланысты. Процесс бұл құрылымдарды тікелей өзгерте алмайды. Бірақ бұл процестерді жадты бөлу
қызметін қамтамасыз ететін виртуалды жад менеджеріне сүйену керек. Тиісті қорғалған ішкі жүйеге кіретін операциялық жүйе қолданбасының сұранысы бойынша процесс жасалады. Ішкі жүйе ол өз кезегінде процесті құрауға сұранысты Windows орындаушысына жібереді. Ол процесс объектісін жасайды және оның дескрипторын ішкі жүйеге қайтарады. Процесті құру кезінде Windows операциялық жүйесі автоматты түрде ағынды жасамайды. Осылайша Win32 ішкі жүйесі жаңа процесс ағынын жасап, оған дескриптор алу үшін Windows процессор менеджерін қайта қарап шығады. Windows процесінде кем дегенде бір ағын болу керек. Содан кейін ол басқа ағындарды жасай алады. Бізде суретте Windows'та жасалған ағын 6 күйдің бірінде болуы мүмкін. Мультипроцессорлық жүйеде бір процестің бірнеше ағындары параллель орындалуы мүмкін. Ал Windows операциялық жүйесі процестердің параллель орындалуын қолдайды. Себебі әртүрлі процестердің ағындары параллель орындалуы мүмкін. Сонымен қатар бұл процестің бірнеше ағынына әртүрлі процессорды бөлуге болады. Бұл ағындарды бір уақытта да жасауға болады. Параллелизмге бірнеше процесті қолдануға жұмсалатын шығынсыз көп ағынды процеске қол жеткізеді. Бір процестің ағындары ортақ мекен-жай кеңістігін қолдана отырып, бір-бірімен ақпарат алмасады және процестің бірлескен ресурстарына қол жеткізе алады. Android қосымшасы бұл тиісті функционалдық жүзеге асыратын бағдарламалық жасақтама. Әрбір Android қосымшасы бағдарлама компоненттерінің 4 түрінің бір немесе бірнеше данасынан тұрады. Әрбір компонент тұтастай алғанда қосымшаның сипаттамасына белгілі бір роль атқарады. Және әр компонентті қосымшада тіпті басқа қосымшаларды да қосуға болады. Бізде төменде компоненттердің 4 түрі берілген, яғни операциялар, ол операция ретінде көрінетін бір экранға сәйкес келеді. Қызметі, яғни қызметтер әдетте аяқтауға көп уақытты қажет ететін фондық операцияларды орындау үшін қолданылады, және мазмұн провайдерлері, ол қолданба пайдалана алатын деректердің интерфейсі ретінде әрекет етеді. Және хабар таратушылар, бұл жерде хабар тарату хабарламаларын алушы жүйе деңгейіндегі барлық хабарландыруға жауап береді. Операция бұл пайдаланушылармен өзара әрекеттесу экранын қамтамасыз ететін бағдарлама компоненті. Бұл суретте операция жүйенің күйлерінің ауысу диаграммаларының жеңілдетілген көрінісі көрсетілген. Әдепкі бойынша бағдарлама жалғыз процесс пен жалғыз ағында ажыратады. Қосымшаның барлық компоненттері осы қосымшаның жалғыз процесінің орнына ағынына орындалады. Компонент баяу немесе блоктау әрекеттерін орындау кезінде пайдаланушы интерфейсінің баяулауын болдырмас үшін әзірлеуші процесс аясында қолданба ішінде бірнеше процестер жасай алады. Қалай болғанда да осы қосымшаның барлық процестері және олардың ағындары бірдей виртуалды машинада орындалады.